Онда бірінші сұрақ саған суретіне қарап режиссер табу керек. Қазақ режиссері кәдімгі. Классикалық фильмнің режиссері. Танымайтын. Бір несін айтайын, Жанна Қуаныш ойнаған фильм жас кезінде. Әнуар Молдабеков ойнаған. Кәукен Кенжетаев ойнаған. Ана не тасыш? Ай, Гаухар Тасты айтып жатсың да? Гаухар Тастың режиссері. Ана не тасы деп қойып ана. Шарписы. Ана Жанна Қуанышева дегеннен Гаухар Тасты айтайын деп жатқан әрине. Позорым ғой. Бұл кісі. Таныс, бірақ жоқ, танымын ғой енді режиссер, бірақ суретінен не талмайды. Соғыстан оралған, бір қол жоқ болып оралған режиссер. Әкесі атақты жазушы. Әкесінің аты Сапарғали. Мәжит. Дәл? Мәжит Бекәли. Мәжит Бекәли. Кеттік. Бұл енді... Скорсезе ғой енді. Мартин Скорсезе. Басқары өзім. Мен ана жаңа сен өте ескі сурет көрсетіп жатсың деп саған жауап жіберейін ба? Скорсезе. Мына кісіні білесің? Майкл Бэй. Жоқ. Ой. Майкл Бэй жас қой? Ойбай, мынау кәрі. Мынау кәрі. Тани алмай отырмын мен. Мен аттарын білемін да ол кейбір. Бұның қазір айтайын сізге. Бұның Эдрин Броуди ойнаған бір фильм бар, пианист. Ба? Ат қазір мен режиссердің атын есіме саламын. Пианист қалесті көрген? Ұлты поляк деп қояқ. Ой. Роман Поланский. Мен түрлерін нетпеймін. Ой, сен білесің оны? Аттарын білемін ғой, бірақ андай. Бүкіл Жүргеновтың студенттері осы болғысы келеді. Тарковский ма? Тарковский. Андрей Тарковский. Тарковский білем, бірақ андай. Мына кісінің бір керемет фильмі бар. Тұратыр енді. Өте таныс. Бұл Мосфильмді басқарды? Өте таныс, және мен білем, бірақ мен... Білесің сен? Білем ғой, бірақ қазір... Ана күнде сол шаруамен айналыспағаннан кейін есімге қалмайды да? Түрін білем, қазір мен танып отырмын. Есімін айтайын ба? Иә. Карен. Шахназаров. Карен Шахназаров. Мен танып тұрмын, бірақ... Кім ғой? Бұл режиссер, Балқам түбегінің режиссері. Кім? Моника Белуччи екеуі бір кинода түскен. И атым мен осылай болады. Цығандардың уақыты деген фильмі бар. Иә, білем. Аризона арманы деген фильм бар. Білем деймін, бірақ... Джонни Депп түскен. Атын есімі тұрмын. Эмир Кустурица. Өткенде қарасам есімі. Соңғы адам. Менің ең сүйікті режиссерім. Скорсезе осыдан кейін екінші орында тұрады. Мен номер 1 режиссерім. Кеңес режиссері. Иә, советский кино. Кім ғой? Данилин? Георгий Данилин. Оның код ушел, улыбка остался деген кітаптарын бәрін оқымай. Безбилетный пассажир, костюмы пет до дна, және код ушел, улыбка осталась. Күшті кітаптар. Комментарийға өздеріңіз ұнаған режиссерлер жаза кетіңіздер.